Сәлем достар, 103 есепті бастаймыз. Қазақ халқының ұлттық киімі міндетті түрде ұлттық ою-өрнекпен әшекейленеді. Ер балаларға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін 2 метр. Демек, бізде ер балаларды X деп алайық, ол 2 метрге тең. Қыз балаларға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін одан 1 метр артық тоқыма болу керек. Демек, бізде ер балалардан 1 метрге артық. 1 метрге артық дегеніміз 2 қосылған 1 деген сөз. Сонда қыз балаларға жиыны 3 метр мата кетеді екен. Енді бізде бірінші есепте 4 ер балаға болса 4x қосылған 4 қыз балаға 4y деп аламыз. Тең 4 көбейтілген x-тің орнына 2 қосылған 4 көбейтілген y-тің орнына 3. 4 жерде 2 8 қосылған 4 жерде 3 12. 12-ке 8 қоссақ, жиыны 20 метр мата кетеді екен. Екінші есепте 5 ер бала, демек 5x болады. Қосылған 5 қыз балаға 5y болады. 5 мата тоқыма бауы жете ме дейді. Қазір есепте көреміз. 5 көбейтілген 2, 5 көбейтілген 3 болады. 5 жерде 2 10 қосылған 5 жерде 3 15. 10-ға 15-ті қоссақ 25 метр тоқыма кетеді екен. Бізде 25-іміз 45-тен кіші. Демек, бізде 45 метр мата тоқыма бау жетеді екен. Ары қарай 105-ші есепте шаңғышы 3 сағатта 30 км жол жүріп өтті дейді. Осы жылдамдықпен 20 км жол жүріп өту үшін оған қанша уақыт керек? Бірінші Т 3 сағат, S бізде 30 км. Жылдамдығын тауып алуымыз керек. Жылдамдығын табу үшін бізде S бөлінген Т. 30-ды 3-ке бөлсек 10 км сағат болады екен жылдамдығы. Енді бізде қарап отырсаңдар, осы жылдамдықпен қанша уақыт Т-ны табуымыз керек? S бізде 20 км, ал жылдамдық бізде 10 км сағат. Табу керек бізде уақыт, Т-ны табамыз. Т-ны табу формуласы бізде S бөлінген V. Сонда 20-ны бөлеміз 10-ға. Бұл бөліндінің мәні 2. Демек, 2 сағат жұмсайды екен. 106-ші есепте кітап сөресінің бірінші қатарында 32 кітап тұр. Бұл екінші қатардағы кітаптардан 8-ге кем. Демек, бізде екінші қатарда 8-ге кем болса, онда екінші қатарымыз көп болады. Демек, 32-ге қосамыз 8-ді. Демек, бізде екінші қатарда 40 кітап бар. Үшінші қатардағы кітаптар саны екіншідегіден 5-ке артық. Демек, 40 қосылған 5 болады. Жауабы 45 кітап болады. Үш қатарда барлығы қанша оқулық бар? Сонда бірінші қатарда 32 кітап, екінші қатарда 40 кітап, үшінші қатарда 45 кітап бар. 32-ге 40-ты қоссақ 72, қосылған 45. Сонда барлығы 117 кітап бар екен. 107-ші есепте А және В қалаларының аралығы 710 км. А қаласынан В қаласынан 75 км сағат жылдамдықпен пойыз шықты дейді. 2 сағаттан кейін В қаласынан А қаласына 65 км жылдамдықпен екінші пойыз шықты. Олар екінші пойыз шыққаннан кейін қанша уақыт өткен соң кездеседі? В1 бізде сонда 75 км сағат. Екі сағаттан кейін, демек Т1 бізде 2 сағатқа тең болады. Енді бізде S-ті тауып аламыз. Сонда 75-ті көбейтеміз 2-ге тең 150 км болады. Демек, бізде 150 км А қаласынан шыққан.
Сонда 710-нан 150-ді аламыз. 560. Сонда екі пойыздың ара қашықтығы 560-ға тең болды. Енді бізде қанша уақыттан кездесетінін табуға болады. Қарама қарсы шыққанда бізде т-ны табамыз. Т тең S бөлінген жақшаның ішіне V1 қосылған V2. Қарама қарсы болса қосамыз. S-тің орнына 560 км бөлінген жақшаның ішіне V1-іміз 75 км, V2-іміз 65 км сағат болады. 560 бөлінген 75-ке 65-ті қоссақ 140 тең 4 сағат болады. Сонда 4 сағаттан кездескен екен. 108-ші есеп, ұзындығы 180 км жолды турист пойыз және автобуспен жүріп өтті. Автобус X, сонда пойыз X қосылған 60 км артық болса қосамыз. Турист автобуспен қанша километр жүріп өткен? Демек, X-ті табамыз. Екеуін қосып, тең 180-ге аламыз. X-тарды қосқанда 2X тең 180 азайтылған 60 деп аламыз. 2X тең азайтудан 120 шығады. X-ті табу үшін 120-ны 2-ге бөлеміз. Сонда X тең бізде 60 км. Сонда бізде автобус 60 км жол жүрген екен. Ал пойыз сонда 60-60 қоссақ 120 км болады екен. 109-ші есепте сұрақтар құрастырыңдар және есеп шығарыңдар. Бізде жүгірумен айналысатын және биіктікке секіретін спортшылар саны қанша? Ауыр атлетика 9, секіру X болады. Жүгіру бізде 4-ке артық болса, X қосылған 4 болады. Енді бізде барлығы бізде 43 спортшы, демек X қосылған 4 қосылған 9 деп спортшылар санын қосып аламыз. Ол бізде 43 спортшыға тең. X-қа X-ті қоссақ 2X, сандарды қоссақ 13 тең 43. 2X тең 43 азайтылған 13 болады. 2X тең 30-ға 30-ды сонда 2-ге бөлеміз. X тең 15. Сонда бізде секіруіміз 15-ке тең. Ал жүгіру болса 15-ке 4 қоссақ 19. Демек 19-да 15 болады. 110-ші есеп, ұлттық киім тігетін фабрика 3 күнде 98 киім дайындайды. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 19 киім артық. Демек бізде бірінші күні X болады, ал екінші күніміз артық болса 19-ды қосамыз осыған. X қосылған 19. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 9 киім кем дайындаған. Екінші күндікін жазып алайық. Сонда кем болса азайту 9 болады. Сандарды азайтуға болады. X қосылған сонда 10 деген өрнек шығады. Енді бізде X тауып болады. X қосылған 19 қосылған X қосылған 10 тең бізде барлығы 98 киім. Енді X-тарды санасақ бізде 3X қоссақ 3X шығады. Сандарды қоссақ бізде 19-ға 10-ды қоссақ 29 тең 98-ге. 3X тең сонда 98-ден 29-ды аламыз. X тең азайтудан бізде 69 бөлу 3 болады. Сонда X-тің мәні бізде 23 деген санға тең болады. Демек бізде бірінші күні 23 киім дайындаған.
Ал екінші күні 23-ке 19-ды қосамыз, 42 киім. Үшінші күні 23-ке 10-ды қосамыз, 33 киім дайындаған. Фабрика екінші күні қанша киім дайындаған? 42. Ал екі күнде қанша киім дайындаған? Сонда 23-ке 42-ні қосамыз. Алғашқы екі күндікін. Тең, сонда 65 киім дайындаған екен. 111-ші есеп. Сұрақ құрастырамыз. Бірінші, екінші және үшінші күні қанша станок жасады деп сұрақ құрастырып алдық. Бірінші күні екінші күнге қарағанда 2 есе артық, демек 2х, біріншіміз 2х болады. Үшінші күні 2 күнге жасаған станок санымен бірдей, демек 2х қосылған х тең, ол 3х-ке. Міне осындай өрнектеп алдық. Енді үшеуін қосқанда бізде завод 198 станок жасайды екен. Тең 198 деп аламыз. Теңдеуіміз шықты. Х-тарды қосқанда 6х тең 198-ге. Х-ті табуымыз үшін 198-ді 6-ға бөлеміз. Х тең 33-ке тең. Сонда екінші күні 33 станок. Бірінші күні 2-ні 33-ке көбейтеміз, 66 станок. Ал үшінші күні 3-ті көбейтеміз 33-ке, демек 99 станок дайындайды екен.